Қайырлы күн баршаңызға. Төмендегі подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп, қолдай отырыңыздар. Көп рахмет. Періштелердің жаралуы. Тағы да 2 тамшы Тауыстың сол көзінен тамды. Ол екеуі ғаршы мен күрсіге айналды. Мүбәрактың оң құлағынан 2 тамшы үзіліп барып, Жебірейіл мен Мәкәйіл періштеге айналып шыға келді. Сол құлағынан үзіліп түскен 2 тамшыдан Ысырапыл мен Әзірейіл періштені сомдады. Самайынан аққан тамшылардан миллиондаған періштелер қалқып шықты. Бір тамшыдан Миғраж түнін жаратып, оған барша қасиет пен киені дарытты. Біреуінен қанатты пырақтарды бейнелеп. Ақырдың соңында менің пайғамбарым Мұхамбет маған адам бейнесінде қонаққа келеді. Кім өзін осы бастан тақуа ұстаса, сол менің досымды маған қонаққа келуге лайықты болады. Хабибіме серік болып, менің рахымыма бөленеді деді. Мұны естіген барша пырақтар желдей жүйткіп жарыса жөнелді. Олар сол сағаттан бастап Мұхамбет пайғамбар Миғраж түні аспанға ұшқанға дейін оны тағатсыздана күтіп, бір-бірінен тақуалықта озуға тырысты. 4-ші тамшыдан және бір періштені жаратып. Ақырдың соңында Мұхамбет Миғражға көтеріледі. Менің дәргейіме жақындаған кезде періште де, пырақ та жылжи алмай дәрменсіз халге түседі. Сол кезде осы жайнамаз ғана Хабибімді маған жеткізе алады. Сен сол жайнамазды қазірден бастап тоқисың. Миғраж түні сүйікті досымның жайнамазы дайын болсын деп әмір етті. Періште жайнамаз тоқуды сол сәтте бастап кетті. Осыдан соң Жебірейілді періштелердің патшасы етіп тағайындады. Оның нұры 18 000 жыл бойына ғаршы ағыланың астында тұрды. Күллі періште оның құзырына қарады. Сол кезде Жебірейіл өзін барша жаратылыстан артықпын деп ойлады. Сосын ол: «Я Тәңірім, менен де артық, менен де үлкен жаратылған нұр бар ма?» деп сұрады. Сол кезде Алла: «Ей Жебірейіл, көкке қара» деді. Қараса, төбесінде жарқыраған үлкен нұр тұр екен. Көркем нұрдан көзін айырып ала алмай, есеңгіреп тұрып қалды. Есін жинап, зер салып қарап еді, оның қасында 4 нұр және жанып тұр екен. «Уа Тәңірім, бұл қандай нұр?» деді. Тәңір тағала: «Әй Жебірейіл, әдепті бол. Сенің өзіңді осы нұрдың бір тамшысынан жараттым. Ол нұр болмаса, сен де мына нығметтің ұшқынында көрмес едің. Бұл Мұхамбет Мұстафаның нұры. Ол менің Хабибім. Сен оған салауат айт» деп бұйырды. Жебірейіл салауат айтты. Сосын: «Жанындағы 4 нұр кімдікі?» деп сұрады. «Ол Мұхамбеттің 4 серігі, 4 шадияр, Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Әлидің нұры» деді. «Я Тәңірім, бұл 4-еуінің нұры басқалардан артық па?» деді. Алла тағала: «Мен 4 шадиярдың бәсін басқалардан артық еттім. Кім бұларды өзіне дос санаса, маған да дос болады. Кім бұларды дұшпан көрсе, менімен қас болады. Бұлардың достарын да, дос көрген құлдарымды мен жұмаққа кіргіземін» деді. Сол кезде Жебірейіл тәубесіне келіп: «Я Алла, мен әдепсіз іс қылдым. Өзімді бәрінен артық санадым. Саған қарауға бетім жоқ. Осы айыбымды ақтайтын маған бір міндет жүкте. Мен Мұхамбетке алаңсыз қызмет етейін» деп сұранды. Ұлық Алла: «Жебірейіл, ақырдың соңында ол дүниеге барып, хақтың ілімін жаяды. Адамзаттың хикмет кеудесі жүрек көзін ашуды үйретеді. Құранның нұрын әлемге шашады. Оның дәрежесі қандай ұлық болса, міндеті де сондай ауыр. Миғраж түні болғанда Мұхамбетті дәргейіме қонаққа шақырам. Сен сол түні оны пырақпен бірге аршы әлемін аралатып қыдыртасың. 7 тозақ, 8 жәннатты көрсетесің» деді. Осылайша Жебірейілдің көңілі жайланды. Тауыстың тұмсығынан 8 тамшы және тамды. Одан 8 жұмақ жаралып, айнала нұрлана түсті. Аяғынан сіркіреген 7 тамшыдан 7 түрлі тозақ жаралды.